күн балалар, бүгін сендер не білесің және не істей аласың деген сабақ өтесіңдер. Сендер осы уақытқа дейінгі алған білімдеріңді тексеретін боласыңдар. Бірінші тапсырмада ұзындығы 5 сантиметр болатын кесінді сыз делінген. Ал екінші тапсырмада өрнектердің мәнін табу. Келесі тапсырмада суреттерге қарап екі теңсіздік құрастыр. Көкөністердің массалары туралы мәліметтерді пайдалан дейді. Сендер мына көкөністердің массаларын пайдаланып, салыстыру амалына берілген өрнектер, теңсіздіктер құрастырасыңдар. 3 килограммен 2 килограмм салыстырамыз, 6 килограммен 1 килограммды салыстырамыз. Осылайша теңсіздік құрастырамыз. Сендер басқа да теңсіздіктер құрсаңдар болады. Төртінші тапсырмада талдау. Тек ақиқат пікірлердің номерін жазыңдар. Үшбұрыштың 3 бұрышы бар. Ақиқат па, жоқ жалған ба? Шаршының 3-тен артық бұрышы бар. Ақиқат па, жалған ба? Шаршы бұл 4 бұрыш дейді. Ол ақиқат пікір ма, жоқ жалған пікір ма? Дөңгелектің 2 бұрышы бар. Ол ақиқат па, жалған ба? Тек ақиқат пікірлердің номерін дәптерлеріңе жазыңдар. Сұлба бойынша есеп құрастырыңдар. Барлығы 50 адам. Ересектер, барлығына балалар 50 адам. Ересектер балаларға қарағанда 20-сы кем. Сонда бізде ересектердің нешеу екенін табу үшін біз 50-ден 20-ны азайтамыз. Серіктеу сәтін жасап, жұмыс дәптеріміздегі диаграммаларға қарайық. Сырым фигураларды дұрыс санады ма? Сырым 4 бұрышты, негізі 4 бұрыш 5-еу болу керек, ал сырым 4-еу депті. Сырым дұрыс айтыпты ма? Демек біз тағы да бір жасыл 4 бұрыш бояу керек біз, е? Сырым 3 бұрыштар 3-еу депті. Демек ол дұрыс санап тұр. Дөңгелек бір ғана 4 бұрыш бояған, ал негізінде дөңгелек 2-еу болу керек. Көк шаршылар 2-еу депті. Сырым қателеспепті осы жолы, е? Диаграмманы толықтырыңдар, қатесін түсеңдер. Сен бүгін өзіңнің не істей алатыныңды, не білгеніңді тексердің. Ал саған сабақ берген Гүлзина Жақсылық.